Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен оңай және жеңіл жасалатын мандарин қосылған кекстің рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін алдымен 3 мандаринді қабығынан ашып, тазалап аламыз. Мандариндерді қабығынан тазалап алған соң, оны блендердің ыдысына салып, енді блендермен еземіз. Не бізде осындай блендермен езілген мандариннің соғы болды. Енді біз кекстің қамырын дайындаймыз. Ол үшін алдымен бізге бөлме температурасындағы 3 жұмыртқа қажет. Оны құрғақ ыдысқа салып, оның үстіне қант қосып миксерлейміз. Жұмыртқамыз осылай ағарып, көлемі үлкейген соң, оның үстіне қош иіс және ерекше дәм беру үшін оған ванилин қосамыз. Енді үстіне сұйық май және жылы сүт қосып, барлығын бірге араластырамыз. Енді оның үстіне мандариннің соғын қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұнға қопсытқышты араластырып, електен өткізе отырып, біртіндеп қосып, қамыр дайындаймыз. Біздің қамырымыз дайын болды, міне түсі сарғыш түсті болады. Енді оны формаларға құямыз. Қамырымызды формаға құйып қойдық, енді оны қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің кекстеріміз дайын болып пісіп шықты. Кекс тез дайын болады. Енді олардың ортасын осылай насатканың көмегімен алып, дайындап аламыз. Кекстің бәрін дайындап алған соң, оның ортасына крем құямыз. Менде қайнатылған крем. Өз қалауларыңызша басқа да кремдерді пайдалануға болады. Міне осымен біздің қош иісті кекстеріміз дайын болды. Иісі өте керемет, әрі жұмсақ, дәмді болып піскен. Егер сіздерге осы видео ұнаса, менің рецептімен дайындап, ауыз тиіңіздер. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын!